Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін асқабақтан жасалынатын өте дәмді болып шығатын суп-пюренің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен тауықтың суп наборын жақсылап жуып, салқын суға салып, үстіне кішкене тұз салып қайнатамыз. Қайнаған соң көбігін жақсылап алып, оттың астын баяулатып, қақпағын кішкене ашып, 40 минуттай пісіреміз. Асқабақты жуып, екіге бөліп, қабығын аршимыз. Асқабақтың қабығын аршығанда өте абай болыңыздар, қабығы өте қатты. Асқабақтан қандай тамақ жасасаңыздар да, осындай асқабақтың кішкентай түрін, яғни медовый түрін пайдалансаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Видеода көрсетілгендей етіп, асқабақтарды біркелкі бөліктерге бөліп тураймыз. 40 минут өтті, тауықтың еті пісті, енді оны сүзіп аламыз. Сүзгішпен видеода көрсетілгендей етіп, сорпаны тазалаймыз. Туралған асқабақтарды салып, шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Қатты қызып тұрған сковородкаға сары майды ерітіп, сарымсақ пен пиязды салып, араластырып отырып, шамамен 5-7 минуттай қуырамыз. Қайнап жатқан сорпаға қуырылған пияз бен сарымсақты салып, 10 минуттай пісіреміз. Етті сүйегінен ажыратып, майдалап турап, сорпаға қосып, оттың астын өшіріп, қақпағын жауып қоямыз. Енді осы аралықта сухари жасаймыз. Жасамасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Бірақ осындай тағамдарды сухаримен берген өте әдемі әрі дәмді болады. Ең алдымен нанды осылай 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Сұйық майға прованские травы, кептірілген сарымсақ, жалпы өздеріңіз қандай приправа жақсы көресіздер, соны салып араластырамыз. Нанға соусты құйып, жақсылап араластырамыз. Қатты қызып тұрған духовкада 5-7 минут аралығында қыздырып аламыз. Сухари дайын болды, өте ароматный, иісі деген енді күшті шығып тұр, өте дәмді болды. Енді супты блендермен еземіз, асқабақ осындай өте жұмсақ болып пісуі керек. Езбес бұрын осылай бөлек ыдысқа сорпасын кішкене құйып алыңыздар. Езіп болған соң консистенциясын қарайсыздар. Егер де қатты қою болып жатса, алып қалған сорпадан кішкене қосып консистенциясын өздеріңіз реттейсіздер. Егер де тұзы аз болып жатса, дәміне қарай тағы да кішкене қосып, және де қара бұрыш қосып, дәмін келтіріңіздер. Міне достар, крем суп дайын болды. Мен сияқты мускатный орех қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Үстіне кішкене сухари саламыз. Менің рецептімен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар, таң қалдырыңыздар. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет.